İmam Buxari rivayet etкен сахих хадисте Анас ибн Малик, Алла одан разы болсын, былай деген: Алла елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, ораза айт күні құрма жеместен айт намазына шықпайтын еді, деді. Жамағат, ораза айт күнінде таңертең сәресін ішіп, ауызды бекітудің қажеті жоқ. Керісінше, ораза айт күнінде айт намазына бармастан бұрын тұрып, құрма жеп, ауызды ашқандығы дұрыс. Пайғамбарымыз, Алла елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, айт күнінде тұрып, таңертең құрманы тақ санынан етіп жейтін еді. Яғни 3, 5, 7 құрмадан жеп, аузын ашып, айт намазына қарай баратын еді. Міне, сондықтан біз де ораза айт күнінде таңертең аузымызды ашып, нәр татып, су ішіп, құрма жеп, пайғамбарымыздың сүннетін орындап, зікірлерімізді айтып, әтір сеуіп, мерекелік айт намазына барғанымыз жөн болады. Алла игі істерімізді қабыл еткей.